Сәулет құрылыс бақылау басқармасы береді. Бұдан 10 соттық жердің кезегінде тұр. Алдағы еміс жоқ. халыққа қызмет көрсету Төтенше жағдайлар департаменті қаламызда Қазір Наурыз тұрғын үй бағдарламасына құжат қабылдады. Сөйлейсіз өтініш? Давайте. Аха. Сіздер сөйлесеңіздер. Мемлекеттік қызмет. Сіз? 1-2. Ага, все. Все, бастай берсеңіздер. Бәрі болды да, дайын. Бастай бер. Құрметті көрермендер, бүгін бізде екінші түсірілім халықпен бірге подкаст жобасы. Бүгін бізде студиямызда Мұрат Сейілбекұлы, Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік қызмет істер агенттігі департаментінің басшысы. Қош келдіңіз. Бүгін бізде ең басты талқыланатын мәселе ол мемлекеттік қызмет және олардың ашықтығы және сыбайлас жемқорлық тақырыбында болады. Көрермендерге жазарымен түсіндіріп өтейінші. Жалпы біздің подкаст жобамыздың мақсаты ол мемлекеттік органдардың жұмысын, құзыретін халыққа ашық түсіндіре білу, халықтың арасында ақпараттық байланысты орнату және мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын көрсете білу осы болып табылады. Енді сізге сұрағым бар, осы бірінші сұрақ. Осындай медиа жобалар бізге қажет пе? Және бұл халықпен мемлекеттік орган арасында қаншалықты жақындық орнатады деп ойлайсыз? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біріншіден сіздерге осы жобада бастамаларыңызда сәттілік тілейміз. Жаңа сұрағыңызға жауап беретін болсақ, кез келген мемлекеттік қызметші өзінің қызметінде ашықтықты қамтамасыз ету керек. Сол себептен менің ойымша кез келген алаңда халыққа немесе басқа да үкіметтік емес ұйымдардың өкілдеріне өзінің негізгі қызмет туралы, негізгі жұмыс туралы ақпаратты жеткізе білу кез келген алаңда болады деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда енді бұрынғыдай тек қана бұқаралық ақпарат құралдары тек теледидар мен негізгі басылымдар емес, соған қоса басқа да интернет платформалар бар. Соның аясында қазіргі таңда кеңінен ақпаратты таратуға болады. Біздер қазір деген шоу-бизнес өкілдерінің өмірін, өнерін жатқа білеміз ғой, шыны керекті. Мен ойлаймын, бұл Қазақстанда енді көбіне подкаст жобалары барлығы 80-90% ол шоу-бизнес, ал қазір осындай жобалар көбейсе жақсы болар еді деп. Подкасттың аясында жаңағы өзінің негізгі жұмысы немесе күнделікті болып жатқан заңнамалық өзгерістер туралы ақпаратты толығымен беруге болады және оны қызықты форматта халыққа жеткізе білетін болсақ, менің ойымша ол өте тиімді болады. Жақсы, рахмет. Мұрат Сейілбекұлы, біздің келесі сұрағымыз, енді қазір бәрі өзгеріске шығып жатыр, өзіңіз білесіз, жақында осы парламент отырысында мемлекеттік қызметкерлерге қатысты өзгерістер көп қаралып жатыр. Сол орайда сіз қалай ойлайсыз, сол өзгерістердің қандай жаңашылдығы бар, мемлекеттік жаңағы қызмет істейтін адамдардың құқығы қорғала ма? Міндетті түрде ол заңсыз-ақ қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мемлекеттік қызмет туралы заң және еңбек кодексімен қорғалу көзделген. Оның негізгі жалпы заң туралы айтатын болсақ, қазіргі таңда аталған заң парламенттің мәжілісінде қаралып жатыр. Және заң жобасы аясында біз мемлекеттік қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуді көздеп отырмыз. Оның ішінде тәртіптік жауапкершілікке тарту институты қайта қаралатын болады. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілерге негізделген бірқатар төлемдер енгізуді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде зейнетке шыққан жағдайда оған тиісті төлемдер енгізіледі. Сонымен қатар ротацияланған мемлекеттік қызметшілерге қатысты төлемдер де көзделетін болады. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қамтамасыз ету туралы айтатын болсақ, қазіргі таңда біз департамент тарапынан тұрақты негізде тиісті мониторинг жұмыстарын жүргіземіз, тексеру жүргізіледі. Соның аясында мемлекеттік қызметшілер тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесі бар. Олардың іс-сапар шығындарын
уақытылы өтеу мәселесі бар. Сонымен қатар уақытылы демалысқа шығу мәселесі бар. Соның барлығы мониторинг аясында қамтамасыз етеді. Және жаңағы мен айтқан 3 бағытқа қосымша үстеме жұмысқа тарту мәселесі де бар. Соның аясында біз ақпараттық жүйелерді сонымен қатар басқа да көздерді, мәліметтерді алу көздерін саралап, зерттеп, содан кейін тиісті оның нәтижелері бойынша мемлекеттік органдарға ұсыным енгіземіз. Мысал ретінде айтатын болсақ, осы жылдың 1 тоқсанында біз 314 мемлекеттік қызметшінің құқығын қамтамасыз еттік. Оның ішінде оларды бірқатар заңнамалық талаптарды сақтамай отырып тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесі бар. Сонымен қатар іс-сапар шығындарын уақытылы өтемеу мәселесі бар. Және демалыс мереке күндері жұмысқа тиісті бұйрықты рәсімдемей жұмысқа тарту мәселесі бар. Соның барлығы бойынша біз тиісті нұсқама енгізілдік. Оның нәтижесі бойынша жаңа 4 миллион теңгеге жуық мемлекеттік қызметшілерге іс-сапар шығындар өтелді. Жаңа мен айтқанда 314 мемлекеттік қызметшінің құқықтары қамтамасыз етілді. Ал енді қазіргі таңда жас маман мемлекеттік қызметкер келетін, соларға қандай талаптар қойылады, орналасу тәртібі қандай, неден бастауға болады? Мысалы, оны көбі біле бермейді. Статистикаға келетін болсақ, облысымыздың жергілікті атқарушы органдарында 2197 мемлекеттік қызметші істейді. Сонымен қатар жалпы облысымыздағы мемлекеттік қызметшілердің санына келетін болсақ, 3500-ден асады. Соның 30% 950 мемлекеттік қызметші қазіргі таңда 35 жастан аспаған мемлекеттік қызметшілер. Сонымен қатар қазіргі таңда 2023 жылдан бастап мемлекеттік қызмет туралы заңға бірқатар өзгерістер енгізілді. Сол өзгерістердің аясында қазір ауылдық, аудандық деңгейдегі басшы емес лауазымдарға жоғары оқу орындарының түлектері, егер олар мемлекеттік грантта оқыған болатын болса, және GPA 3.3-тен төмен болмаса, олар тікелей конкурссыз тағайындауға мүмкіндігі бар. Ол дегеніміз, олар тиісті тестілеуді өтпейді. Бос лауазым болатын болса, біздің департаменттің келісімімен біліктік талаптарға сәйкес келетін, келмейтінін қараймыз. Және кейін сәйкес келетін болса, біздің келісім негізінде тікелей конкурссыз тағайындауға мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда осы бастама заңнамалық тұрғыда тиісті өзгерістер енгізілген сәттен бастап, облысымызда 82 түлек тікелей конкурссыз тағайындауға мүмкіндік алды. Керемет қой бұл деген. Бұрын біздер тест тапсырдық, 2 рет дегенде өткен бар. Өз кезегінде бұл 2 үлкен мәселені шешуге мүмкіндік береді. Ол біріншіден ауылдық, аудандық деңгейдегі кадр тапшылығын тұрақтандыру мәселесі. Сонымен қатар ауылдық, аудандық деңгейге қазіргі таңда біз мемлекеттік қызметке жас білімді мамандарды тартудың құралы. Аталған жас мамандар сонымен қатар дипломмен алға деген мемлекеттік бағдарлама бар. Соның аясында мемлекет тарапынан тиісті көмек алуға мүмкіндіктері бар. Ол бір жолғы көтерме ақша және төмен пайызбен өзінің тұрғын үй мәселесін шешуге қатысты ипотека алуға мүмкіндіктері бар. Жақсы. Сонымен қатар қазіргі таңда біз 19 жылдан бастап мемлекет басшысының сайлауалды тұжырымдамасында айтылған бірқатар тапсырмалар аясында президенттік жастар кадр резерві және өңірлік кадр резервін қалыптастырдық. Өңірлік кадр резервіне келетін болсақ, 24 жылы біз 30 резервшін анықтаған болатынбыз. Резервте 30 адам тұр. Және соның қазіргі таңда 22-сі немесе 73% жоғары тұрған лауазымдарға тікелей конкурссыз тағайындау. Конкурссыз тағайындауға мүмкіндік алды. Бұл жаңа меритократия қағидатының сөзде емес, іс жүзінде жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Онда жас мөлшері шектелген ба? 35 жастан аспауы тиіс, және Біздердің жасымыз кетіп қалды. 35 жастан аспауы тиіс, және жұмыс өтілі қажет етеді. Президенттік резервке 5 жыл болатын болса, өңірлік резервке 3 жыл болу керек. Бұл деген жастарға үлкен мүмкіндік, да? Басшылық қызметке. Мына жаңа мен айтқан резервтер және президенттік жастар кадр резерві өңірлік резервтің аясында біз әлеуметтік лифт ретінде жастарға үлкен қолдау мүмкіндік беріп отырмыз. Және жаңағы мен айтқан ауылдық, аудандық деңгейде жас түлектер жоғары оқу орындарын
аяқталған сәттен бастап 1 жылдың ішінде тікелей конкурс тағайындауға. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Енді жалпы мемлекеттік қызметкерлер бар ғой. Мен өзім мемлекеттік қызметкермін, декреттемін, тағы да айтып өтейін. Жаңағы не болған кезде, жаңағы жұмыста заң жүзінде түсіндіретін нәрселерді кейде халық тұрғындары келгенде жаңағы басшылықтан рұқсат сұрап бір заң тұрғысына түсіндіретін нәрсені ашық түсіндіруге сескенеміз да, кішкене болса да. Осы тұрғысында мемлекеттік қызметкерлермен жаңа халық арасында коммуникациясы қандай деңгейде болу керек? Біздің мысалы подкаст жобамызды бастап шығара бастағанда көптеген мемлекеттік қызметкерлер бар еді, келгісі келеді да, өз ойын еркіндікті айтқысы келеді. Жұмыс еркіндік дегенде әрине этика талабы бар, заң талабы бар, сақталады оның барлығы. Жұмысын айтқысы келеді, бірақ та жоғары басшылық тараптан бір рұқсат сұрағандай бір нені күтеді. Талап. Осы тұрғысынан біздің подкаст жобамызға қатысты не айтар едіңіз? Мемлекеттік қызметкерлерге ашықтыққа шақырасыз. Енді жақсы бастамалардың бірі ол мемлекеттік органдардың, жалпы мемлекеттік қызметшілердің күнделікті істеп жатқан жұмысымен мемлекеттік саясатты, қазіргі таңда заңнамалық тұрғыда болып жатқан өзгерістерді халыққа жеңіл жеткізудің бір құралы. Мысалы, көп жағдайда енді үлкен қалада, басқа жерлерде жаңа мен айтқандай өмір сәл өзгеріп жатыр. Бұрынғыдай теледидарды немесе газеттерді оқуға көп жағдайда мүмкіндік жоқ, уақыт жоқ. Сол себепте ыңғайлы жерде смартфон немесе планшет арқылы осындай подкасттарды көріп, немесе Instagram, TikTok'та Reels, Shorts деген бар. Соның аясында тиісті ақпаратты тез арада және түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік бар. Яғни мемлекеттік қызметкерлерге ашық, еркін заң аясында өз пікірін айтуға. Ол заңнама талаптарын сақтай отырып, оларға ешқандай шектеу жоқ енді. Ал сіздің жобаңызға немесе басқа да алаңдарда тиісті сұхбат беремін немесе ақпарат жеткіземін дейтін болса, ондай өзінің еркін, өз құқығы, бірақ бірқатар заңнамалық тұрғыда талаптарды сақтау тиіс. Заң талаптары демекші, жаңағы мемлекеттік органдардың әртүрлі функциясы, қызметтері бар да, көрсетілетін мемлекеттік қызметтері бар. Бүгінгі таңда 80-90% бұл қызметтер электронды форматқа көшірілді да. ЕГОВ, е-лицензиялау порталы бар, ИСОН деген порталдар бар. Осы арқылы қызметтер көрсетіледі. Бұл тұрғысында көрсетілетін мемлекеттік қызметтері бар ғой, осы тұтынушылардың құқықтары қаншалықты бұзылуда және сіздерге арыз шағымдар қаншалықты түседі? Арыз шағымдар бізге тұрақты негізде түседі десек болады. Соның аясында жаңа мен айтқандай мемлекеттік қызметшілерінде, қызмет алушыларында құқықтарын қамтамасыз ету бойынша біз негізгі жұмысты атқарамыз. Оның ішінде ақпараттық жүйелер тұрақты негізде мониторинг жүргіземіз. Бұрын біздің жұмысымыздың форматы бұрынғыдай емес, қазір біз проактивті түрде ақпараттық жүйелер тұрақты негізде мониторинг жасаймыз. Соның аясында егер біз бұзушылықтарды көріп отырсақ, арыз шағым күтпей біз өзіміз мемлекеттік органға тиісті нұсқама хат жіберіп, сол бұзылған құқықтарын қалпына келтіреміз. Алдын ала. Сонымен қатар арыз шағымның өзі келіп түсетін болса, біз мемлекеттік орган немесе қызмет беруші органдарға қатысты тексеру жұмыстарын жүргіземіз, немесе мониторинг жұмыстары. Соның аясында жаңағы барлық мән-жайларды анықтап, оның нәтижесі бойынша тиісті шаралар атқарылады. Қазіргі таңда бізде осы 1-90-ның қорытындысы бойынша 360 қызмет алушының құқықтары қамтамасыз етілді. Ол мониторинг жұмыстары және жаңа мен айтқан біздің өз уәкілетті орган ретінде келіп түскен арыз шағымдардың негізінде жүргізген тексерулердің нәтижелері. 390 біраз көп. 360. Көбейіп жатыр екен, 360 болса. Енді бұл жұмыс жаңа мен айтқандай қазір көрсетілетін қызметтердің тізілімде бізде 94% мемлекеттік қызметтер толығымен электрондық форматқа ауыстырылған ғой. Сол себепте ақпараттық жүйелерді мониторингілеу аясында бізге бұл жұмыс
бірқатар оңтайландырды. Бұрынғыдай қағаз нұсқасындағыдай емес, мекемеге барып тексеру қажет жоқ. Ақпараттық жүйелерде бізде тиісті қолжетімділік бар. Соның аясында біз тиісті мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Енді осы тақырыптан көп ауытқымайық, ең бір маңызды сұрақтардың бірі сыбайлас жемқорлық. Сол фактілер біздің облысымызда азайды ма, қандай шаралар қолданылып жатыр, сол туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Мемлекет басшысының өткен жылғы 30 маусымдағы жарлығымен мемлекеттік қызмет істері агенттігіне бірқатар функциялар берілді. Сол функцияларды атқару аясында қазіргі таңда біз сыбайлас жемқорлық көріністерінің профилактикасын және тиісті тәуекелдерді анықтау, олар төмендету бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Соның аясында біз кеңінен профилактикалық бағытта түсіндірме жұмысына аса назар аударып жатырмыз. Себебі түсіндіру аясында біз тиісті мәдениетті қалыптастыруымыз керек, және мемлекеттік қызметшілер болсын, басқа да квазимемлекеттік сектор, қоғам арасында сыбайлас жемқорлық көріністерін барынша төмендетуіміз тиіс. Сол аясында қазіргі таңда біз тиісті түсіндірме, кездесу жұмыстарында жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар қазіргі қойылатын талаптардың негізінде әр топтық деп айтамыз ғой, қоғамдағы топтарға арнайы жастар болсын, немесе орта жастағы, жасы үлкен аға буын халыққа тиісті жаңағы арнайы түсіндірме роликтерді түсіріп, соны кеңінен таратып жатырмыз. Енді жұмыстан кішкене ауыссақ, жұмыс дегенде жұмыс барысында сұрақ көп. Мемлекеттік қызметкерлерде жыл сайын спартакиада болады. Спорттық жарыстар, волейбол бар, шахматы бар, футболы бар, барлығы. Мен өзім шахматқа қатысқам, да? 3-ші орын, 2-ші орын, 1-ші орын топтық жарыста алдым. Ана орын алып отқан кезде алғыс хат береді, сен ана премиялық нені күтесің ғой, пендешілік болғасын. Енді алдағы уақытта алғыс хатпен бірге осы мемлекеттік қызметкерлерге жаңа ынталандыру ретінде премия ма, ынталандыру сыйлығы ма мемлекет тарапынан қарастырыла ма, әлде бұл жоспарда бар ма? Оны нақты белгілі бір жетістіктерге қол жеткізгені үшін міндетті түрде премия болады деген заңнамалық тұрғыда ешқандай талап жоқ. Бірақ қазіргі таңда мемлекеттік органдарда бір жолғы сыйақы дейміз ғой, премия. Ол тек қана үнемделген қаражат болатын болса беріледі. Госорган өзі. Тиісті үнемделген қаражат болатын болса, соның аясында тиісті төлемдер жүргізіледі. Ол міндеттейтін, менің ойымша қазіргі таңда сәл қиыншылықтар тудыру мүмкін. Сол себепте сонымен қатар мемлекеттік қызметші, жаңа сіз айтқан спартакиада немесе басқа да қоғамдық жұмысқа араласу, ол өзінің еркін форматтағы өзінің таңдауы. Сол себепте ол жаңағы еркін форматта өзінің таңдау ретінде жеткізген жетістіктерге жұмыста сыйақы күту менің ойымша сәл дұрыс емес. Енді келесі сұрағымыз сізге, Марат Селбекұлы, қазіргі таңда мемлекеттік қызмет осы жүйе өте қиын, сондай бір қорқыныш сияқты болады. Біреулер айтады, ой, демалыссыз жұмыс істейміз дейді. Мысалға сол тарапта қандай маңыздылығы бар, артықшылығы бар, жас келген мысалға маманға қандай өз тарапыңыздан кеңес бере аласыз? Енді мемлекеттік қызмет қиын деген ұғым менің ойымша сәл дұрыс емес. Мемлекеттік қызметке келген кезде ол азамат тиісті таңдау жасайды. Себебі мемлекеттік қызметке келе тұра мен байып кетем деген оймен келетін болса, ол қате ғой. Мемлекеттік қызметте сен өзің жинаған тәжірибе білімің негізінде еліміздің дамуына тиісті үлес қосам, және соның нәтижесін көрем дейтін азаматтар патриот болу керек, және соның негізінде өзінің жұмысын адал, тиімді атқару керек. Сол тек қана сол ұғыммен келетін болса, еліміздің, өңіріміздің дамуына өзінің үлесін қоса білетін болады. Ал үстеме жұмыс немесе басқа да бірқатар факторларға келетін болса, ол бойынша тиісті заңнамалық тұрғыда
тиісті шешімдер рәсімделу керек. Жаңа мен айтқан үстеме жұмыс, мереке күндері жұмыстар. Ол үшін мемлекеттік қызметшілердің толығымен құқықтары қамтамасыз етілген және тиісті төлемдер немесе қосымша демалыс күндері беріледі. Жақсы түсінікті болған сияқты да, көптеген сұрақтар жаңа өзгерістерге қатысты, сыбайлас жемқорлыққа, жас маманға қатысты түсініктемелер. Көрермендер, көп рахмет сіздерге. Алда подкастыны шығады. Сізге де рахмет. Астап кішкене қобалжыдық. Яғни мысыңыз бар екен деп. Сізбен мен деген өзім 2022 жылы жалпы оқу орталығы бар ғой, сонда оқыдым, біліктілікті арттыру бойынша. Сонда танысқанбыз, сонда деген мен құрылысты цифрландыру бойынша жоба қорғадым. Ол республика Астанаға жіберілді. Ол Қазақстан бойынша бірінші болып өттім де, екінші этаптан төртінші болып қалып қойдым. Сонда сол кезде танысқанбыз. Рахмет келгеніңізге, келіскеніңізге. Жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Көбірек жаңа түсірімдеріңіз, сосын көрермендер тарапынан просмотр деген сол көбірек болсын. Сосын жаңа Инстаграм, ТикТок алаңдарында сол жерде кеңінен таратсаңыздар да болады. Рахмет сізге. Рахмет, сау болыңыздар. Көп қолдауыңызға. Мен былай көтеріп.